Сәлеметсіздер ме, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін киви жемісінің адам ағзасына қаншалықты пайдалы екені жөнінде айтамыз. Негізі кивидің отаны Қытай. Бұл жемістің адам ағзасына пайдасы көп. Диетологтар кивиді витаминдер мен минералдарға бай керемет жеміс қатарына жатқызады. Нәзік жандылар үшін кивидің емдік қасиеті бар. Ол шаштың ерте ағаруынан сақтап ағзадағы артық салмақтан арылуға көмектеседі. Қыжылдан құтылу үшін де бір кивиді жеу жеткілікті. Ересек адамдарға кивиді қан қысымын және ағзадағы холестерин көлемін азайту үшін жеуге болады. Сондай-ақ кивидің құрамында иммунитетті нығайтып, ағзаны жасартатын С дәрумені баршылық. С дәрумені ағзаға зиянды нитраттардың енбеуін және қадағалайды. Сонымен қатар кивидің құрамында қан ауруларын емдейтін темір молынан бар. Бет терісінің сымбаттылығын сақтау үшін де кивиді пайдаланып маскалар жасауға болады. Кивидің дәрумендерге өте бай тропикалық жеміс. Оның құрамында жасұнық, калий, кальций, магний, лектин, фосфор, мырыш, темір, марганец, антиоксиданттар мен амин қышқылдары ағзаға өте пайдалы. Кивиді жиі тұтынатын болсаңыз, ағзаға инфекцияның таралуы тежеліп, иммунды жүйе нығайып, жүрек қан тамырлары ауруының алдын алып, ағзаның қатерлі ісікпен күресуі артып, жүйке жүйесін жақсартады. Басқа жемістерден айырмашылығы, киви консервіленген кезде еш бұзылмайды. Сондай-ақ жеміс Е дәруменіне өте бай. Сонымен қатар бұл жемісте актидин атты зат бар. Ол ағзадағы ақуыздарды ыдыратуға көмектеседі. Кивиді кәуапты маринадтауға пайдаланатыны осыдан. Мамандар кивидің өзінен бұрын қабығының да пайдасы орасан зор екенін анықтады. Себебі кивидің қабығында антиоксиданттар көп кездеседі. Ол терідегі натрий затын сыртқа шығаруға көмектесетін таптырмас құрал. Сондықтан киви қабығын тастамас бұрын одан маска жасап пайдаланыңыз. Бетіңіздің терісі балғын күйге енеді. Осынау тропикалық жемісті суықтағанда, вирусты дерт кезінде, авитаминозда, шаршағанда, күйзелісте, күш жоғалғанда, диабет, гипертония, тромбоз дерті кезінде тамақтану мәзіріне осы жемісті міндетті түрде қосқан дұрыс. Дегенмен осыншама пайдасы кивидің зиянды тұстары да жоқ емес. Сондықтан да оны пайдаланған кезде асыра сілтеп жібермеңіздер. Мәселен, жеміс құрамында С дәрумені тым көп болғандықтан аллергия беруі мүмкін. Асқазан сөлі қышқылы жоғары адамдарға да пайдалануға болмайды. Іш өткізгішті қасиеті болғандықтан диарея дертімен ауыратындар бұл жемістен бас тартқан дұрыс. Аптасына 2 рет киви жемісін тұтыну жүрек қан тамыр ауруларын алдын алуға көмектеседі. Сонымен қатар жүйке жүйесінің жұмысын жақсартады. Құрамындағы антиоксиданттар инфекцияның таралуын тежейді. Кивидің есте сақтау қабілеті жақсартуға да пайдасы зор. Берілген ақпарат ұнаса каналыма жазылуды және лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.